Баршаңызға сәлем достар. Дәл қазіргі сабақта сіздерге Pinduoduo сайтынан бір сәтте бір заттың бірнеше түрінен алуды қалай алу керек екенін үйренетін боламыз. Қараңыздар, енді мысалы мына ойыншықтарға кірейік балалардың. Енді біз сатып алуды басамыз, осы жерде на плюстың тұр ғой, осы санын жазатын жерде, соның жоғарысын басасыздар осы жерді. Енді қараңыздар, мына жерде екі осындай өзіңізге ұнайтын, мысалы мына екі қуыршақтың түрін мен таңдадым, өзіме ұнайтын түрін таңдадым. Или мына от белгісі тұрған жақсы көп өткен екен, осыны таңдайық. Енді қызылды басамыз, уже ол біздің корзинамызға түсті. Енді бізге екінші түрін таңдау керек болып тұр. Қараңыздар, бұл жерде мен басқа түрін таңдаймын. Мына екеуін таңдадым и қызылды бастым. Қызылды бастым. Енді міне менде екі затты қазір бірден сатып ала аламын, бағасы 27,64 юан болып тұр. Егер мен тағы плюсті басып басқа түріне қосқым келсе, мысалы мынаны өзі тағы қызылды басам. Ары қарай 40-ты басып, уже менде қараңыздар 40 юан болып тұр ғой. Енді ары қарай сатып алып жалғастырсам болады, бірақ бұл маған керек емес, сіздерге түсіндіру үшін болған. Енді немесе жүреміз, өзімізге мына ұнаған киім, осының үстіне жүрек басып кеттік. Так, басқасына қазір жарайды, мына жерде тағы көрсете салайын. Осыған жүрек басып кеттік. Екінші әдісі таңдаулы заттар бөліміне ол жиналды. Осы жерден үстін басып тұрып, мына жерді басып тұрып қоссаңыздар болады. Мысалы, мынадан маған осы түрінен керек біреуін түсірдім. Плюс тағы қазір мына түрінен керек, одан да түсірдім. Осылайынан жинап, осы жерден бірден сатып алсаңыздар болады. Екі жолы. Бұл кімдерге тиімді? Мысалы, оптом алғысы келетін адамдарға, бір нәрседен, бір заттың, мысалы, бір киімнің бірнеше размерінен, или бір заттың бірнеше түрінен алғысы келетін адамдар үшін.